Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тіл дыбыстарының жұмсалу жолдары. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, сөйлеу мүшелері. Екінші, жалпы дыбыс атаулының айырылым ерекшеліктері. Адамның тілі ең алдымен биологиялық құбылыс. Яғни ол дыбыстау мүшелерінің, оны басқарып тұрған орталық нерв жүйесінің қызметінің нәтижесі. Дыбысты жасауға қатысатын мүшелер өкпе, кеңірдек, дауыс шымылдығы, мұрын қуысы, көмей, ауыз қуысы, тамақ қуысы, тіл, кішкене тіл, таңдай, жақ, ерін тағы басқа. Бұлар сөйлеу аппараты деп аталады. Дыбыстау мүшелері актив және пассив болып екіге бөлінеді. Дыбыстау мүшелерінің ішінде әсіресе дауыс шымылдығы, тіл және еріннің қызметі айрықша болып келеді. Кеңірдектің кеңейген жерін көмейге орналасқан дауыс шымылдығы жиырылып, керіліп тұрады. Керілген кезде ауаның әсерінен дірілдейді де, одан үн пайда болады. Оны тіл білімінде дауыс немесе тон деп атайды. Дауысты дыбыстар осы дауыстан, тоннан жасалады. Ал дауыссыздарда тонның дәрежесі әртүрлі. Үнділерде көбірек, ұяңдарда азырақ болады. Ал қатаңдарда мүлдем болмайды. Оның есесіне қатаңдар салдырдан жасалады. Салдыр өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында тосқауылға ұшырауынан пайда болады. Мұны көмекші тон, обертон дейді. Дыбыстау мүшелері іштей үш топқа бөлінеді. Тыныс алу мүшелері, тамақ мүшелері және қуыс мүшелері. Әрқайсының өзіндік қызметі мен физиологиялық ерекшеліктері бар. Тыныс алу мүшелерінің сөйлеу физиологиясындағы рөлі зор. Себебі олар дыбыстардың пайда болу үшін қажетті ауа ағынын қалыптастыруға жауапты. Бұл топқа өкпе, бронхтар, трахея, диафрагма және кеуде бұлшықеттері жатады. Тыныс алу жүйесі дұрыс жұмыс істемейінше сөйлеу әрекеті мүмкін болмайды. Өйткені дыбыстардың акустикалық қасиеттері негізінен ауаның өкпеден шығуымен оның бағытталуы арқылы қалыптасады. Өкпе тыныс алу үдерісінің негізгі органы. Ол ауа алмасуымен байланысты, яғни оттегі мен көмір қышқыл газының алмасуын жүзеге асырады. Өкпеден шығарылған ауа ағыны сөйлеудің негізін құрайды. Себебі сөйлеу кезінде дыбыс сіңірлерінен өтетін ауа ағыны олардың дірілін тудырады. Бұл өз кезегінде дыбыстың пайда болуына әкеледі. Өкпеден ауа шығару қарқындылығы мен ұзақтылығы дыбыстың созылыңқылығы мен қарқындылығына әсер етеді. Сондықтан тыныс алу мүшелерінің үйлесімді жұмысы дыбыстардың күші мен созылыңқылығын реттейді. Бронхтар мен трахея ауаның өкпеге кіруі мен шығуын қамтамасыз ететін арналар болып табылады. Олар ауа ағынын өткізетін каналды құрай отырып, оның тұрақтылығы мен бағытын реттейді. Бронхтар мен трахеяның анатомиялық құрылымы мен қызметі тыныс алу ағынының тиімді әрі үздіксіз болуы үшін қажет. Диафрагма тыныс алу үдерісінің басты бұлшық еті. Ол өкпеге ауаның кіруі мен шығуын қамтамасыз етеді. Диафрагманың төмен түсуі өкпеге ауа жинаса, оның көтерілуі өкпеден ауа ағынның шығуына ықпал етеді. Сөйлеу барысындағы диафрагманың жұмысы ауа ағынының қарқындылығы мен көлемін қадағалауға мүмкіндік береді. Ол өз кезегінде дыбыс қарқынын басқаруға әсер етеді. Кеуде бұлшық еттері диафрагмамен үйлесімді жұмыс істейді. Олардың қозғалысы ауа ағынын түзетуге және оны тұрақты түрде бақылауға көмектеседі. Бұлшық еттердің дұрыс ширатылуы тыныс алу кезінде ауа ағынын тиімді пайдалануға және оның қарқындылығын реттеуге мүмкіндік береді. Сөйтіп дыбыстың тұрақты және айқын естілуі қамтамасыз етіледі. Тыныс алу мүшелерінің үйлесімді жұмысы сөйлеу кезінде ауа ағынының тиісті бағытта қозғалуына әрі оның дұрыс реттелуіне мүмкіндік тудырады. Сонымен қатар, бұл мүшелердің құрылымдары мен қызметтері дыбыстардың қарқындылығына, ұзақтығы мен күшіне әсер етеді. Диафрагманың, кеуде бұлшық еттерінің және тыныс алу мүшелерінің тиімді әрекеттесуі сөйлеудің дұрыс әрі анық болуына негіз қалайды. Тамақ мүшелері. Бұл топқа көмекей мен жұтқыншақ жатады. Олар дыбыстау мүшелерінің маңызды бөліктері болып табылады. Өйткені дыбыстың пайда болуын, оның әуенін, күшін қалыптастыруға тікелей қатысады. Бұл құрылымдардың анатомиялық ерекшеліктері мен физиологиялық қызметі дыбыстың акустикалық қасиеттерін анықтауға шешуші рөл атқарады. Көмекей дыбыс шығару жүйесінің орталық органы. Ол дауыс шымылдығын қамтиды. Дауыс шымылдығы жұп сіңірлі құрылымдар. Олар көмекейдің ішкі бөлігінде орналасқан және сөйлеу кезінде ауаның өтуінен пайда болатын
діріл арқылы дыбыстарды жасайды. Дауыс шымылдығының дірілі дауыс шығару процесінің негізгі элементі болып табылады. Дауыс шымылдығының жиілігі мен дірілінің жылдамдығы дауысты дыбыстардың пайда болуына ықпал етеді. Оның жиілігі негізгі тонды анықтайды. Бұл тон дауыс тембрін белгілейді. Яғни адам дауысындағы жоғары немесе төмен тональды дыбыстардың пайда болуы дәл осы құрылымның жұмысымен байланысты. Дауыс шымылдығының құрылымы дыбыстың қаттылығы мен айқындылығына да әсер етеді. Оның тарылуы немесе кеңеюі дыбыстың күшін және оның естілетін сипаттамаларын өзгертуге мүмкіндік береді. Мысалы, дауыс шымылдығының толық жабылуы қатты дауыстардың пайда болуына себеп болса, олардың арасындағы ауаның өтуі дауыс әлсіреуіне немесе жұмсақ шығуына ықпал етеді. Бұл механизмдер дауыс жасау кезінде ауаның көмекейден өтуін реттейді және оның қаттылығын басқаруға мүмкіндік береді. Жұтқыншақ көмекей мен ауыз қуысының арасындағы кеңістік. Ол дыбыстың резонатор ретінде қызмет атқарады. Жұтқыншақ дыбыс толқындарының күшін арттырып, олардың сапасын жақсартуға көмектеседі. Сөйлеу кезінде жұтқыншақтың қабырғалары арқылы өтетін дыбыс толқындары өзгеріп, күшейе түседі. Бұл дыбыстың толықтығы мен тереңдігін арттырады. Әртүрлі дыбыстардың резонанс сипаттамалары жұтқыншақтың анатомиялық құрылымымен тығыз байланысты. Өйткені оның пішіні мен көлемі дыбыстың жиіліктері мен күшін реттеуге әсер етеді. Сонымен қатар, жұтқыншақ дыбыс толқындарын басқа мүшелерге бағыттай отырып, олардың қалыңдығы мен айқындылығын арттырады. Жұтқыншақтың рөлі зор, себебі оның резонаторлық қызметі дыбыстың акустикалық ерекшеліктерін, айқындылығы мен қаттылығын реттейді. Мысалы, мұрын арқылы өтетін дыбыстарды жұтқыншақтың ерекше құрылымы олардың таза әрі айқын естілуін қамтамасыз етеді. Жұтқыншақ арқылы өтетін дыбыстардың күшеюі дауыс шымылдығынан шыққан негізгі тонды күшейтеді. Сөйтіп толық әрі табиғи дыбыстарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Демек, көмекей мен жұтқыншақ дыбыстың пайда болуы, өзгеру мен күшеюі үшін маңызды мүшелер болып табылады. Көмекейдегі дауыс шымылдығының дірілі дауысты дыбыстардың негізгі тоналдығын анықтаса, жұтқыншақ дыбыс толқындарының резонансын күшейтеді және олардың акустикалық қасиеттерін реттейді. Қуыс мүшелері тіл дыбыстарын жасауда маңызды рөл атқарады. Бұл топқа ауыз қуысы, мұрын қуысы және жұтқыншақтың жоғарғы бөлігі кіреді. Аталған мүшелердің анатомиялық құрылымы мен физиологиялық қызметі артикуляциялық үдерістің дұрыс жүзеге асуына әсер етеді. Ауыз қуысы тіл дыбыстарын жасайтын негізгі мүшелердің бірі. Ол өзінің ішкі құрылымы мен дыбыс артикуляциясы үшін қажетті кеңістік пен механикалық платформа ұсынады. Ауыз қуысының қалыпты жұмыс істеуі дыбыстардың айқын әрі түсінікті естілуін қамтамасыз етеді. Оның ішіндегі тіл, ерін, тіс және таңдай сияқты құрылымдар басты рөл атқарады. Әрбір құрылым түрлі жолдармен дыбыстардың жасалуына әсер етеді. Қысқасы, ауыз қуысы, мұрын қуысы және жұтқыншақтың жоғарғы бөлігі тіл дыбыстарының артикуляциясына маңызы зор. Олардың өзара әрекеттесуі мен қозғалуы сөйлеудің акустикалық және артикуляциялық ерекшеліктерін анықтап, анықтылығы мен түсініктілігін қамтамасыз етеді. Акустикалық, артикуляциялық және басқа да белгі қасиеттеріне қарай тіл дыбыстары дауыстылар және дауыссыздар деп екі үлкен топқа топтастырылады. Бұлардың әрқайсысына тән басты айырым белгілі ерекшеліктер мынадай болып келеді. Бірінші, дауыстылар дауыстан, тоннан жасалады. Салдырдың қатысы елеусіз болады. Ал дауыссыздар керісінше салдырдан жасалады. Тон қатысуы да, қатыспауы да мүмкін. Екінші, дауыстыларды айтқан кезде ауа кедергісіз, қарқынсыз шығады. Дыбыстау мүшелерінің барлығы дерлік қатысады. Мәселен, А дегенде дауыс шымылдығы дірілдейді, тіл артқа тартылады, жақ кең ашылып, ерін екі жаққа қарай көтеріліп, езулік болып айтылады. Ал дауыссыздарды айтқанда ауа кедергі ұшырап, қарқынды шығады да, бірер ғана дыбыстау мүшелері қатысады. Мәселен, П дыбысын айтқанда екі ерін ғана қозғалысқа түседі. Үшінші, дауыстылар буын құрайды, дауыссыздар құрамайды. Мұның өзі дауысты дыбыстарды жіктеудегі басты айырым белгі. Төртінші, дауыстыларға екпін түседі, дауыссыздарда мұндай қасиет болмайды. Бесінші, дауыстылар дауыстап, созып айтуға келеді. Ән, вокал дауыстылардың осы қасиетіне негізделеді. Алтыншы, дауыстылардың дауыстарға ықпалы күшті болады. Ат, ет, от, өт сөздерінің
құрамындағы Т фонемасы дауыстылардың әсерінен 4 түрлі реңге ие болады. Сондай-ақ дауыстылар қатаңды ұяңдатып тұрады. Мәселен, қара қой, қара ғой, ақ ешкі болып айтылады.